Кейбір ата-аналар былай сұрайды, менің балам биыл 11 сыныпқа барады, IELTS-қа қашан дайындалып бастауымыз керек дейді. Енді егер сол баланың деңгейі мысалға B2 деңгейінде болса, шамамен ағылшын тілі, онда IELTS-қа өздігінен дайындала берсе болады негізі, немесе курсқа барса, енді әрине жаңағы жылдың басында барып, сессия IELTS тапсырып алған жақсырақ болады. Ондай балалар көбінде кем дегенде 6, 6,5 не тіпті 7 алып жатады тесттен, одан да асып жатпаса. Бірақ ол әрине өте көп жұмыс. Ал енді кейбір ата-аналар айтады, мен балам биыл міне енді ағылшын тілін оқып бастады, IELTS-қа қашан дайындалу керек дейді. Олай болса, онда енді не дей аламын? Тым кеш. Өйткені IELTS деген жаңа 1-2 айда тапсыра салатын зат емес. Оған ағылшын тілін жақсы білу керек. Сондықтан егер сіз 10-11 класста енді ағылшын тілін оқып бастап жатсаңыз, онда енді сіз әжептәуір қиналатын түріңіз бар. Өйткені жаңағы IELTS 6 деңгейіне жету үшін 1-2 жылдай ағылшын тілін оқу керек. Бұның бәрін неге айтып жатырмын? Өйткені маған қазір кісілер сөйтіп жазады. Міне мені алыңызшы, 1-2 айда дайындаңызшы, сөйтіңізші, бүйтіңізші деп. Бірақ мен B1-ден B2-ден төмен оқушыларды ала алмаймын. Өйткені дәтім бармайды. Өйткені сіздер деген ондай аз уақыттың ішінде тестті бәрібір тапсыра алмайсыздар. Тапсырсаңыздар да ары кетсе 5,5 аласыздар. Ал мен өйтіп 2 айда қарық қыламын деп мақтап өтірік айтып ақша алып жүре алмаймын. Сондықтан егер сіздің қазір балаңыз, ініңіз болса, қарындасыңыз, сіңліңіз болса, 7-ші, 8-ші, 9-ші класстағы қазірден бастап оқып дайындала берген өте дұрыс. Болашақта IELTS тапсыру мақсаты болса. Осылай.